Hello students, how is it going? Хайрлы күн құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Top Stars 4-ші сынып 98 және 99 беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 1, жаңа сөздер бірінші жаттығуда. Blind деген ол бізде көзі көрмейтін адам. Келесі сөз walking stick, ол бізде ағашпен жүру деген. Келесі сөз sing karaoke, караокемен ән шырқау, яғни караокеде ән айту. Neck, ол бізде мойын. Ендеше келесі екінші жаттығуды оқиық. Famous inventors from Kazakhstan. Қазақстандық танымал өнертапқыштар. This is Victor Hegay's invention. Бұл Виктор Хегайдың өнертабысы дейді. It's a robot guide for blind people. Бұл робот гид дейді, яғни соқыр адамдарға арналған. They can wear part of it on their hat or glasses. The other part goes on walking stick. Олар оның бір бөлігін өздерінің қалпағына немесе көзілдіріктеріне іледі дейді, ал қалған бөлігі walking stick деген, яғни таяқшамен жүреді дейді қалған бөлігі. Келесі бізде Ғалымжан Габдрешев's invention helps blind people too. Ғалымжан Ғабдрешевтің өнертабысы, сонымен қатар оның да өнертабысы соқыр адамдарға, яғни зағип адамдарға көмектеседі дейді. They can wear it around their neck and it helps them move around. They can walk or even ride a bike. Ғалымжан Габдрешев has some other inventions to help blind people learn new languages and sing karaoke. Олар оны мойнына таға алады дейді, және де ол оның қозғалуына көмектеседі дейді. Олар тіпті велосипед айдай алады және жүре алады дейді. Ғалымжан Ғабдрешевтің және де басқа осы зағип жандарға арналған өзге де өнертабыстары бар дейді. Ол зағип адамдарға жаңа тіл үйренуге көмектесті дейді, және де тіпті караокеде өлең айта алады дейді ол жандар. Ендеше үшінші жаттығуды орындайық. Exercise number 3, осы біз оқыған екінші жаттығудағы мәтінге қатысты түсіп қалған сөздерді жазып шығамыз. Екіншісінен бастаймыз. They can wear part of it on their hat or glasses. The other part goes on a walking stick. 3. Үшінші. Blind people wear Gabdresh's invention around their neck. They can walk or ride a bike. Ендеше келесі бетке көшейік. Revision, яғни бөлімді қайталау тапсырмалары. Look and write, then write the opposite. Қара, жаз дейді. Суретте не көрсетілген, және де соның қарама қайшысын жаз дейді. Екіншісінен бастаймыз. Ол суретте бізде strong, мықты деген сурет көрсетілген, бейнелеп тұрған, ал оның қарама қайшысы, яғни антонимі, ол бізде weak, әлсіз. Үшінші бізде fat, яғни толық, семіз дегенді білдіреді. Оның opposite, яғни қарама қайшысы thin, яғни fat толық, thin арық. Соңғысы бізде old кәрі, young жас. Ендеше келесі екінші жаттығуды орындаймыз. Look and write, қара және жаз. Екіншісінен бастаймыз. Ол жерде туннелден өту, туннел арқылы өту деген сөйлем жазуымыз керек ағылшынша. Go through the tunnel. Үшінші, go up and down the hill. Яғни төбеге көтерілу және төмен түсу деген. Келесі үшінші жаттығу. Сөздерді дұрыс орнына қойып, дұрыс сөйлем құрастырып жазамыз. Ендеше екінші сөйлемнен бастап құрастырайық. I'm the fastest in my class. Үшінші, Nural's invention is the smartest of all. Келесі, don't push the red button. Келесі соңғысы, turn left and go down Green Street. Exercise number 4, listen and repeat. How do you say these words in your language? Тыңда және қайтала. Мына сөздерді өзіңнің тіліңде, яғни өзіңнің туған ана тіліңде қалай айтасың дейді. Tunnel, бізде туннел, жер асты жолы. Telephone, телефон, ұялы телефон деп айтамыз.
Exercise number 5. Бесінші жаттығу. Use the comparative or the superlative form of the adjectives. Бұл жерде күшейтпелі шырай немесе салыстырмалы шырай екеуінің біреуін қойып сөйлемді жазуымыз қажет толықтырып. Екіншісінен бастайық. My grandmother is the oldest in my family. Келесі үшінші. Tamiris is younger than Adina. Medina is the youngest of the three. The elephant is bigger than the lion. The giraffe is the tallest animal. Maqsad is the fastest boy in our class.